Неге ең өнімді және бай адамдар сағат таңғы 5-те оянады? Қандай да бір басқа уақыт емес. Неге тұру уақыты сіздің тиімділігіңізді және қабілетіңізді анықтайды? Сіздің күніңіз қалай өтетініне не әсер етеді? Әрине, бұл оянудан кейінгі алғашқы 20 минут. Оларға ерекше көңіл бөліңіз. Өйткені сіз алғашқы 20 минут істеп жатқаныңыз барлық қалған күнді тура сондай ырғаққа қояды. Сондықтан оянудан кейін ашулы болмаңыз. Әлеуметтік желілер немесе поштаны ақтармаңыз. Тек медитация мен аффирмацияны тыңдап, өз мақсатыңызды жүзеге асырыңыз. Осы арқылы өнімді адамдар өзінің алдағы күніне керемет ырғақ алып келеді. Әзірше таңертеңнен бастап олардың көңіл күйі жоғары деңгейде болады. Оның арқасында сіз үрейсіз боласыз, ақылдың айқындығын сақтайсыз. Бұл жағдайда сіздің миыңыз ақпаратты жақсы және мұқият қабылдайды. Сіз саналы ойлайсыз және өз міндетіңізді зерек жасайсыз. Яғни сіз өзіңізді мәжбүрлемей-ақ жұмыс істейсіз. Мұны күшсіз, тек осы сәтте істеуді әдетке қалыптастырасыз. Сондай-ақ барлық ең продуктивті адамдар таңертең тұрғанда ұзақ мерзімді жадының күн бойы айтарлықтай жақсы жұмыс істейді екенін біледі. Көптеген миллионерлер 23:00-ге дейін ұйықтайды. Бұл таңды тиімді пайдалану үшін және одан барлық пайда алу үшін қажет. Бұл адамдар белгілі бір таңды рәсіммен таң атқанға дейін орындайды. Бұл оларға нәтижелі өмір сүруге көмектеседі. Егер сіз барлық бай адамдардың көптеген міндеттері бар, сондықтан кеш жатады деп ойласаңыз, онда бұл олай емес. Олар шамамен 22:00-де ұйықтауға тырысады. Себебі олар өздерінің барлық орасан зор жобаларын жүзеге асыра алмайтынын біледі. Өйткені олардың ағзасы мұны істеуге мүмкіндік бермейді. Тура 22:00-ден кейін сіздің ағзаңыз жаңара алады және терең ұйқы фазасына тез кіреді. Егер сіз ерте оянғыңыз келсе, бірақ өзіңіздің ұйқыңызды 23:00-ге дейін қысқартсаңыз, бірнеше апта ішінде бұл әртүрлі ауруларға жауап беретін 400 геннің жұмысын бұзуға әкелуі мүмкін. Түнгі сағат 12-ден кейін ұйқы сапалы болмайды. Сіз өзіңізді денені жаңарту мүмкіндігінен айырасыз және сіздің таңыңыз шаршаумен және ұйқышылдықпен өтетін болады. Қажетті ұйқы гормоны меланин тек қараңғы уақытта өндіріледі. Түн ортасында меланин деңгейі өседі және осыдан кейін біртіндеп төмендейді. Сағат түнгі 10-да сіздің ағзаңыз меланин деңгейін көтерудің арқасында жаңартуға дайын болып тұрады. Бұл уақыт метаболизм үдеуі үшін жауап береді. Ал ол денені және миды қалпына келтіру және сақтау үшін қажет. Сондықтан 22:00-ге дейін сіздің физикалық және ми белсенділігін баяулату қажет. Зерттеулер түнгі сағат 10-нан кейін ұйықтау әлде қайда қиын екенін дәлелдеген болатын. Осыдан сіз сапалы ұйқы ала алмайсыз және таңертең сығылған лимон сияқты қалыпқа келесіз. Ұйқыңызды тіпті 1 сағатқа қысқартсаңыз, бұл сіздің денеңізге және биоритміңізға кері әсер етеді. Ал егер керісінше ерте ұйқыға батсаңыз, таңертең жігерлі, позитивті ояну мүмкіндігіңіз соғұрлым жоғары болады. Өйткені бұл сіздің нейрожүйеңіздің және оның табиғи түрде жұмыс атқаруына мүмкіндік береді. Сіз түнгі сағат 10-ға дейін ұйықтау арқылы өз биоритміңізді бақылай аласыз. Егер де сізге бұған жету қиын болса, сіз өзгеруге тырысыңыз. Ұйықтау режиміңізді түнгі сағат 10-ға ауыстырыңыз. Бірақ қалай? Әрине бұны біртіндеп бастау қажет. Алдымен өзіңізге ерте тұру мақсатын әр апта сайын 15-30 минутқа ертерек қойыңыз. Түнгі сағат 10-ға дейін ұйықтауды үйренгенге дейін. Таңертең барлығы әлі ұйықтап жатқанда, сіз бұл уақытты тиімді пайдалана аласыз. Өз потенциалыңызды көтеріп, мақсаттарыңызбен жұмыс істей бастайсыз. Өнімді және мақсатты адамдар әрбір бос минутты қадірлейді және оны тиімді пайдаланады. Себебі олардың мақсаттары мен армандары қандай да бір қысқа мерзімді рахат немесе ыңғайлы төсектен гөрі жоғары орынға қойылған. Сіздің миыңыз тек көп талдыққа ұшырамаған кезде ғана барынша тиімді жұмыс істей алады. Сіздің өнімділік деңгейіңіз және сіздің нәтижелеріңіз сіздің концентрация ұстауыңызға тікелей байланысты.
Алаңдататын факторлармен шу болмаған кезде ми нақты тапсырмаға өзінің абсолютті назарын бағыттай алады. Таңертең сізді ештеңе алаңдатпайды, сіз жұмыс істегіңіз келеді. Көптеген бай адамдар бұл туралы біледі және оңаша қалып уақытты тиімді пайдаланады, өз миын басқарады. Ерте тұрудың арқасында сізге дұрыс шешімдерді қабылдау оңай болады, өз энергияңызды тиімді бағыттай аласыз. Өнімді адамдар жетістікке жету үшін ерік-жігерді қажетінше қалыптастырады, өз күшімен табысқа жетеді. Егер сіз таңертең тәртіпті жүйелей алсаңыз, онда сіз бұл жағдайды күні бойы сақтай аласыз. Ал сіздің күніңіз қалай болады? Бұл сіздің алдағы өміріңізді анықтайды. Кешке демалыс уақытын өзіңізбен немесе отбасыңызбен өткізіңіз. Таңертең тыныштықта ойластырылған заттарыңызды жасаңыз, өйткені бұл сіздің өміріңізді үйлесімді жасайды. Тек сіз ғана өз қымбат уақытыңызды қайда жұмсайтыныңызды шешесіз. Шағын деңгейден жоғары деңгейге көтерілу үшін, өз мақсатыңа жету үшін дұрыс қадамдар жасау керек. Барлығы ыңғайлы, жылы төсекте ұйықтап жатқанда, сіз өз мақсатыңызға қарай саналы қадамдар жасайсыз. Ертедегі таң бұл сіз әлемнен алда болуыңыздың ең керемет сәті және ұсақ-түйек қажетсіз заттарға алаңдамайтын сәт. Бұл уақыт дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі және өз назарыңды шын мәнінде қандай керек және маңызды сіздің өміріңізді жақсартатын іске аудару керек екенін анықтайсыз. Бұл барынша саналы болуға көмектесетін сәт. Сіздің қорқынышыңыз туралы ұмытқан кезде, сіз өз мақсаттарыңызға қол жеткізуден шынайы ләззат сезінесіз. Бұл өмірде барлығы сіздің қолыңызда және тек сіз қалай өмір сүру керек екенін, өз уақытыңызды қалай тиімді пайдалануға болатынын шешесіз. Достар, егер сіз алғаш рет менің арнамда болсаңыз, жазылыңыз, ал келесі бейне туралы хабар алу үшін қоңыраушаға басыңыз және бұл бейнені лайкпен қолдап қойсаңыз болады. Сондай-ақ, бүгін қаншада оянғаныңызды білу қызықты болар еді және ұйқы режиміңіз қандай? Бұл сіздің өзіңізге қандай әсер етеді? Комментарияда жаза кетіңіз. Баршаңызға сәттілік.